студенттер, бүгінгі біздің өтетін сабағымыз сабақты жоспарлау. Сабақты жоспарлауды сіздер білесіздер. Бізде міндетті түрде қай білім саласы болмасын, қандай қызмет орындары болмасын, міндетті түрде жоспарменен жүреміз. Сабақ жоспары жәнегі білім беру бағдарламасы, одан кейін барып типтік оқу жоспары, одан кейінгі сабақ жоспары соның негізінде құралады. Сабақ жоспары ол оқитын пәндердің құрылымын, оқу жыл бойы өтетін тақырыптардың бірізділігін, әрбір пәнде берілетін уақытын, сағат санын білдіреді. Оқу жоспары оқу орындарында жәнегі пәннің мақсат міндеттері, соған сай жәнегі оқу жоспарында көрсетілетін білім бағыты, сипаты, оқу бағдарламасы мен оқулықтарда айқындалған тақырыптар беріледі. Енді айтатын болсақ, біздерде сабақ жоспары қазіргі жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде бұлар өзі дайын орта мерзімді, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді жоспар болып келеді көркем еңбек пәнінен. Себебі бұл жерлерде бірінші класстан 4-ші сыныпқа дейін, 5-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін, одан кейін 9-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін осы сабақ жоспарлары беріледі. Сабақ жоспарында сонымен қатар пәнге қаншама сағат беріледі. Мысалы, біз білеміз, мұғалімнің апталық жүктемесі бұрынғы жылдары 18 сағат еді, қазіргі биылғы жылдан бастап мұғалімнің педагогикалық жүктемесі аптасына 16 сағат болды. Сол 16 сағатқа байланысты қай сыныпта, айтайық, біздерде сағат саны 5-ші, 6-ші класстарда 2 сағаттан жылдық жүктеме, мысалға 68 сағат болатын болса, 7-ші, 8-ші, 9-ші, ары қарай 11-ші сыныптарда 1 сағаттан. Одан кейін барып ұлдар және қыздар деп бөлінетін. Қазіргі уақытта, енді келешек 12 жылдыққа көшкен уақытымызда біздің сабақ жоспарымыз ұлдар және қыздар үшін біріккен, онан кейін альтернативті тақырыптар беріледі. Сонымен қатар оқу жоспарында жәнегі әр 90-ға біз білеміз ғой, бізде 4 сағат бар да. Демек, біз осы 68 сағат 5-6 класстарда оқитын сондағы бірінші бөлімі жазылады. Сол бөлімнің негізінде жәнегі тақырып алынады. Сол тақырыптың негізінде біздерде жәнегі тақырыптарға сағат саны бөлінеді. Сағат саны біздерде сағат саны ол жәнегі уақыты, аптаның қай күніне келіп тұр, сол уақыты көріледі. Мысалға, айтайық, бір тақырыпты, жәнегі қолданбалы, сәндік қолданбалы өнер шығармашылығы. Сонда кестет оқу болатын болса, кестет оқу мысалға, айтайық, 3 сағатқа бөлінді, аптасына 2 сағаттан 6 сағаттың ішінде біз кестені оқып бітіруіміз керек. Сондықтан соған қанша сағат теориялық сағат беріледі, қанша сағат тәжірибелік сағат беріледі, сонысы көрсетіледі. Мерзімі, сонан кейін қажетті құрал жабдықтары, одан кейінгі барып жәнегі орындалатын тәжірибелік жұмыс беріледі. Сонымен жәнегі оқу жоспарында оқушылардың және демалыс күндері қандай, мерекелік күндері қандай, мысалға сіздерде жоғарғы оқу орындарында академиялық календар бар ғой сіздерде, сол сияқты мектепте де оқушылардың жәнегі оқу жоспары болады. Сол оқу жоспарында әрбір мерзімге байланысты қанша апта оқиды, қанша сағат оқиды, қанша уақыт демалады, солардың барлықтары көрсетіліп тұрады. Сонымен жәнегі неге байланысты бүкіл оқу мерзіміне және апта сайын әр сабаққа бөлінген сағаттардың мөлшері нормативтік құжатқа байланысты болады. Ол бізде білім беру бағдарламасының басында берілген, соған байланысты жүргізіледі.
Енді типтік оқу жоспары білім менен ғылым министрлігінен жасалып, бағана ең басында айтып өттім ғой, білім беру бағдарламасы негізінде, мысалға біздер айтамыз жоғарғы оқу орындарында білім беру бағдарламасы деп айтсақ, мектепте де типтік оқу жоспары, соның негізінде жасалатын типтік оқу жоспары. Ол жәнегі министрліктің бұйрығыменен бекітіліп, солай жүргізіледі. Сонан кейін жоспар жасау дегеніміз ол оқыту мен тәрбие жұмысынан жақсартуға бағытталады. Өйткені біз қандай не болмасын жоспарға байланысты орындаймыз ғой түгел жұмысымызды. Сондықтан осы жоспарға байланысты түгел дәлелденген нақты жоспар құрылады. Сол жоспар апта сайын орындалды ма, 90 сайын орындалды ма, соларды айқындауымыз керек. Соныға байланысты дағы нысаны бойынша жоспарлар мәтіндік, графикалық және аралас болып бөлінеді. Өйткені біліп тұрсыздар да, графикалық ол жәнегі қанша сағат болатындығы жоспардың мәтінде, мысалға айтайық, бағанағы бөлімді айтатын болсақ, сол бөлімді қанша бір бөлімде қанша тақырып болады, соны анықтайтын. Сонан кейін оқу жоспары тақырыптық күнтізбелік жоспар және атап өтілген. Сонан кейін жылдық жоспар, сонан кейін сабақ жоспары көрсетіледі. Мұғалімнің жалпы құжатында осы тақырыптық күнтізбектік жоспар берілу керек қой. Ол тақырыптық күнтізбектік жоспар ол қалалық білім беру бөлімдерінде көбінде бекітіледі. Типтік оқу жоспары негізінде бағанағы біз жоспарды құрамыз ғой, ол алдыменен құрған уақытта оны мектеп завучы, оқу ісі жөнінің завучы бекітіп береді. Сонан кейін ол қалалық білім беру департаментіне қарастырылып, солай бекітіледі. Сонан кейінгі біз білеміз, мысалға 5-ші сыныптарда 1-ші тоқсанда айтайық шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту жоспарда бізде солай берген. Қазіргі уақытта сіздер нақты дайын жоспарды қолданасыздар ғой. Сол кезде осы шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту. Біздерге белгілі жәнегі типтік оқу жоспары негізінде календарлық жоспар, күнтізбелік жоспар дейміз. Ол қазір дайындалып, бекітіліп берілген. Ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді деп берілген. Соның ішінде мысалға көркем еңбек пәнінде өзім туралы, мысалға оқу жоспарының тақырыбында өзі туралы болатын болса, онда бірінші жоспардың жүйесінің мынандай бөлімдер қарастырылады. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту. Онда мысалға қоршаған ортаны білу, түсіну деген сияқты, бұл және визуалды өнер бөліміне байланысты. Демек, қоршаған орта біздің жалпы мына көркем еңбекте жасалынатын айналамызды қоршап тұрған бүкіл нені ортаны білуіміз керек. Соған байланысты күзде жапырақ сарғайды, жазда ол жасыл болды, не болмаса жәнегі тауларымызды, табиғатымыздың өзгерістері, не болмаса қандай да бір ғимараттарымызды, солардың визуалды өнерді, солардың жәнегі композициясын салу керек болатын болса, онда міндетті түрде түстік шешімін білуіміз керек, оған қол фактурасын білуіміз керек, өлшемін білуіміз керек. Сондықтан осы міндетті түрде осы қоршаған ортаны білуіміз керек, оны түсіне білуіміз керек деп беріледі. Сонан кейін шығармашылық идеяларды дамыту. Идея қайдан пайда болады? Әр адамның өзі идея шығара біледі. Ол адамның көңіл күйіне байланысты, мінезіне байланысты. Даже идея, мысалға айтайық, бізде күз түсті, күз түскенде қандай да бір композиция құрастыру керек болатын болса, біз сол күз несіне айына байланысты сол көңіл күйді көрсете отырып, өзіміздің жәнегі суретімізді, кескіндемемізді көрсете аламыз. Соның мен қатар менің мектебім ол шығармашылық
идеяны зерттеу мен талдауда ол да жәнегі неге байланысты түгел қоршаған ортадағы элементтерді қолдануымыз керек та. Ол элементтер тек қана бір табиғатпенен қана байланыс емес, ондағы жалпы тіршілікті ала отыруымызға болады. Сонымен қатар менің отбасым және достарым, сонан кейін бізді қоршаған қорша, содан кейін тек қана өзіміздің емес, әлемдік. Әр уақытта біздің көркем еңбектің бір ерекшелігі ол мысалға біздің қолөнер болмасын, тігінісі болмасын, жәнегі визуалды өнер болмасын, тек қана өзіміздің елімізді емес, біз жалпы ненің зерттейміз, бүкіл әлемдік салыстырмалы түрде. Сондықтан осы сабақ жоспарын құрған уақытта міндетті түрде тақырыптарды таңдаған уақытта, шығармашылық жұмыстарды қолданған уақытта осылардың түгеліне көңіл бөлуіміз керек. Сонымен сабақ жоспары мысалға тақырыптық сабақ жоспарында мысалға біз всегда неге бөлеміз? Бұл сабақтың 45 минут өтеді, мектептерде соған байланысты соны жоспарлауымыз керек. Мысалға қысқа мерзімді КМЖ деп айтылады қазіргі, ол күнделікті сабақ жоспары. Ол күнде мысалға айтайық 5-ші классқа күнделікті бөлім, сол 90-дағы қаралатын бөлімге байланысты нақты тақырыптарды жазып, соған байланысты жазамыз. Ал екіншіміз біздің жәнегі орта мерзімді жоспар. Ол белгілі бір тарау. Мысалға айтайық, бағанадан айтып отырған, менің айтып отырған визуалды өнер, сәндік қолданбалы шығармашылық, дизайн және технология, жәнегі тамақтану мәдениеті, үй мәдениеті деген сияқты нақты тарауларға байланысты жазылады. Ол ОМЖ деп айтылады, бағана КМЖ деп айтамыз, ОМЖ деп айтамыз. Сонан кейін ұзақ мерзімді жоспарымыз бұл 90-ға, не болмаса оқу жылына жоспарланған жоспарды айтамыз. Мысалға, онда барлық бөлімдер қамтылады. Өйткені біз жәнегі 90 не бойынша, оқу жылы бойынша 490 бар ғой, сол 490-ның барлығын міндетті түрде қолдануымыз керек. Сабақ жоспар көлеміне қарай екіге бөлінеді. Олар жай жоспар, сонан кейін күрделі жоспар. Оны неге үйтіп бөлеміз? Мұнда жәнегі тәжірибелі мұғалімдер оны көбінде жасайды. Мысалға, әдіскерлер жасайды бұндайды. Жай жоспарларда, мысалға, бұнда күрделі тақырыптар қолдану деген сияқты. Күрделі жоспарға көбінесе жас мамандарға міндеттейді. Өйткені қазір не? Заманның дамыған уақыты, заманауи оқыту технологияларын қолдану, жәнегі инновациялық технологиялар қазір көбі компьютерленіп жатыр ғой, соған байланысты сол сабақ жоспарын солай құрастыру мүмкіндіктері бар. Сонан кейін күнделікті сабақ жоспары өтетін сабақтың түріне қарай екіге бөлінеді. Олар дәстүрлі сабақ жоспары, сонан кейін дәстүрлі емес сабақ жоспары деп. Дәстүрлі дегеніміз енді бұрынғы уақытта бізге келе жатқан белгілі өзімізге де. Енді ол мен сіздерге бірінші сабақта айтқан болатында, жәнегі көркем еңбек сабағының даму тарихы, одан кейін барып ондағы нелерді бағдарламалар талдауда біз білеміз дәстүрлі сабақтарды. Олар бұрынғы көне заманның келе жатқан тұрмыстық бұйымдарды жасаудан бастап, қазіргі уақытта солардың нелерін қолданып келе жатырмыз да. Сол дәстүрлі сабақтар, мысалға кигіз басу, қолөнер бұйымдарын жасау, жәнегі технология, дизайн технологияда киім пішу, жәнегі киімді тігу деген сияқты. Содан кейін барып тағам даярлауда жәнегі ұлттық тағамдар, міне солардың бәрі дәстүрлі бұрыннан келе жатқан, қазіргі уақытта оны жаңаша беруге. Ал дәстүрлі емес сабақтарымыз ол 3 топқа бөлінеді. Олар ой қорыту сабағы, сонан кейін жәнегі ойын сабақтары, сонан кейінгі жәнегі
ойын сабақтары, сонан кейін бұнда сайыс сабақтары, жарыс сабақтары көбінде беріледі. Қазіргі көбінде бұлардың қорыту сабақтарында біз мысалға дәрісте алған нелерін нетеміз, практикада іс жүзінде оны неге кіргізеді, өздері практикада жасайды. Онда көшбасшы ретінде, қосар сабақ ретінде, модульдік сабақ ретінде жүреді. Ал ойын сабақтар көбінде тренингтер жүргізеді, жұлдызды сабақ, ғажайып алаңы деген сияқты саяхат сабақтары жатады. Ал сайыс сабақтарында, және жарыс сабақтарында сайыс, мына көңілді тапқырлар клубы деп айтамыз ғой, соларға байланысты жасалынады. Міне жалпы біздің бүгінгі сабақты жоспарлауымыз осы неге байланысты, барлығы мына неде министрлікте бекітілген жалпыға бірдей білім беру бағдарламасы негізінде, типтік оқу жоспары негізінде құрылатын күнделікті мұғалім өзінің сабағында әр тақырыпқа қолданылатын жоспарды сабақ жоспары дейміз. Рахмет сіздерге.